Желіде жедел ақпарат тарқады. Барша жалақы және айлық алатындар көрсін. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсы ұсынамыз. Жұмысымыз жабыс қалдырмау үшін астына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастаймыз. Ең төменгі айлық 300 мың теңге. Министр жауап берді. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова мәжіліс депутаты Ринат Саитовтың ең төменгі айлық 300 мың теңге болуы керек деген ұсынысына пікір білдірді деп хабарлайды Қазақпарат. Ең төменгі еңбекақы деген біліктігі жоқ жұмысшының ешқандай үстемақысыз айлығы, яғни әр жұмыс беруші осыдан төмен төлемеуі керек. Еңбек инспекциялары тексерген кезде мұндай фактілер анықталса, айыппұл салынуы мүмкін, деді вице-министр бүгін елордада еңбек күніне орай өткен форумнан кейін тілшілер сұрағына жауап бере отырып. Премьер-министр орынбасарының пайымынша, мәжіліс депутатының ұсынысы экономиканың деңгейіне сай келмейді. Мемлекеттің экономикалық мүмкіндіктерін ескерулерін керек қой. Қазір орташа айлық 365 мың теңгеден сәл жоғары. Осыдан алып есептеп көрсеңіздер, бүгінде біздің экономиканың деңгейі мен жұмыс берушілер осындай деңгейде ғана төлей алады. Бізде 3-4 жыл бұрын 28 мың теңге болған, кейін 42 мың 500-ден 60 мың, 70 мың болып өсті, енді 85 мың 500 ету қарастырылып отыр. Бұл алдыңғы көрсеткіштерге қарағанда өсім ғой, деді Тамара Дүйсенова. Басқаларда хабардар болу үшін видеоролигімізді достарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз. Қымбатты көрермен, алайда жақсылықты тарату, оны жасаумен тең. Сау сәлемет болыңыздар.